Сәлеметсің бе балақай? Менімен бірге шаттық шеңберін айтып көр. Сәлем саған, алтын күн. Армысың көк аспан. Армысың достарым, бүгінгі сабақты бастадым. Балақай, мынау қандай санға ұқсайды? Білесің бе? Әрине, 4 санына ұқсайды. Ал төңкерсемші? Х әрпіне айналып кетеді. Бүгін біз Х әрпімен танысамыз. Айтып көрші. Айдаһар. Айдаһар. Жақсы. Сонымен бұл Х дыбысының таңбасы әрпі. Айдаһар сөзінде Х дыбысы сөздің ортасында кездеседі. Қане бірге. Х дауыссыз дыбыс. Оны көк түспен белгілейміз. Х дыбысы сөздің тек ортасында кездеседі. Және бас әрпі болмайды. Сөз ортасында болғандықтан тек қана кіші әрпі болады. Ұқсас әріптермен салыстырып көрейік. Қарбыз. Таңдайымыздың артқы жағына тіліміз қатаң тиіп, қырылып шығады. Айдаһар. Кеңірдегіміздің артқы жағымен жеңіл шығады. Хат. Таңдайымыздың бергі жағына тіліміз тиіп, қырылып, қатаң шығады. Х дыбысы гауһар. Айдаһар. Жиһаз сөздерінде кездеседі. Оқылым. Менімен бірге буындап, әндетіп, бөлмей оқып көр. Ха. Хан. Хан. Хаз. Жаһан. Жаһан деп бүкіл әлемді, жер жүзін атайды. Қаһар. Ашулы, зілді, қатулы қабақты қаһар дейді. Гауһар. Гауһар асыл, қымбат тастың түрі. Қыз есімі бас әріптен жазылады. Жауһар. Жауһар деген қыз есімі кездеседі. Жиһаз. Үй жабдықтарын жиһаз деп атайды. Қаһарман. Қаһарман. Қаһарман деп ержүрек, батыр, соғысқа қатысқан ардагерлерімізді атауға болады. Ал қазір мультиктардан қаһарман сөзін кездестіреміз. Өте жақсы. Қайталап оқып көр. Жазылым. Х әрпін жазып көрейік. Жоғарыдан 1, 2. Сөйлем құрап үйренейік. Жиһаз, үй, жабдығы. Үстел, орындық, шкаф, үй, жиһазы. Енді өзің құрап көр. Басқа әріптермен танысу үшін арнама тіркеліп, видеолар бөлімінен қарап көр. Өте жақсы, жарайсың. Бүгінгі сабаққа белсенді қатыстың. Саған жұлдызша беремін. Келесі кездескенше.